Балаларыңыз бір отырғанда жеп тауысып қоятын үй жағдайында ең дәмді печенье дайындаймыз. Толықтай рецепті описанияға жазып қоятын боламын. Ол үшін бізге бөлме температурасында жылып тұрған сары май, 60 грамм қант, бір жұмыртқа және де мен грецкий орех қостым. Сіздерде под рукой болмаса қоспай қойсаңыздар болады, оны қосу міндетті емес. Барлық ингредиенттерімізді жақсылап араластырып аламыз және де шыққан массамыздың үстіне 180 грамм ұн қосамыз. Массамызды толықтай жақсылап араластырамыз. Нәтижесінде осындай қолға жабысатын қою масса шығады. Дайын болған массамызды кондитерский мешокқа салып, қалаған формаңызға келтіріп отырғызып шығамыз. Печеньеміздің ортасын осылай сулы қолмен басып шығамыз. Печеньенің ортасына кез келген джемді қолдансаңыздар болады. Мен малиновый джемді қолдандым. Үйдің тосабы болмайды, қыздар. Немесе басқаша варианты дәл жаңағындай тестаға шоколадты үгіттік осылай қоссаңыздар болады. Дәл осындай үйдің дәмді печеньелер дайын болады. Алда тағы да көптеген рецепттермен бөлісемін. Ұнаса лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер.